6 желтоқсан 2025 жыл мынау Аққұдық ауылының фельдшерско-акушерский пункт дейді, ФАП дей ма? ФАП, иә. 25 қазан 2025 жылы өткізген толық. Мынау алдына мынандай тоқ қойыпты, нелер тоқтайтын көліктер. Мына жерде енді проблема болып тұрғаны не жоқ, интернет жоқ екен. Содан ауырған адамдар осында келіп қаралайын десе, енді оларды қайтармайды, әрине қарайды, қолдан келгенше емдейді, бірақ интернет жоқ. Соны компьютерға енгізе алмайды. Мысалы, өзге отчет керек қой, есеп беру керек. Не осы адам келді, осындай проблемасы бар екен, соны какие жалобы есть деген сияқты. Қай жер ауырады, соның бәрін жазу керек. Оны ештеңе жазамайды, өйткені интернет жоқ. Ана жерге анандай антенна қойып қойыпты, қаладан келіп программист интернет орнатып береді деген екен. Бірақ әлі міне 25 қазан болса, уже 1,5 ай болып қалды ғой. Әлі ештеңе істемеген. Ешкім келмеген. Ауылдың да интернет жоқ, мынау ФАПтың да интернеті жоқ. Бұл енді бұл адамдардың, осы халықтың денсаулығына байланысты жер болған соң, бұл өте маңызды, сондай күрделі мәселе ғой ол, халықтың денсаулығы. Бірақ соған такое вот равнодушие деп айтам ба, мен қазақшам жетпей жатыр. Дұрыс не қылмай жатыр да. Интернетін жөндеп, реттеп, жұмысты толыққанды жұмыс ету керек қой, ФАПты. Ондай жұмыс істелінбей жатыр. ФАПтың несіне, жеріне, территориясына газон еккен екен. Енді бір ғимарат өткізген кезде өстіп газон егіп, соның кейін ағаштарды отырғызып сөйтеді ғой. Бірақ ағаштары байқауымша қурап кеткен. Демек дұрыс қаралмаған, газондары тақыр бас болып жатыр. Мен білмеймін енді. Сөз жоқ, сөз жоқ. Енді бірдеңе істедіңдер ма, акимат? Аяғына дейін дұрыс істеулерің керек қой. Мынау не? Ана жерде шөп, мына жерде шөп, арасы тақыр ағаштар. Мынау қанша ақша кетті осыған? Қанша ақша шығардыңдар? Ол бәрі мынау халықтың налогынан алынған ақша.